Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабековтің «Әпке» пьесасы. Сабағымыздың оқу мақсаттары: шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Оқу мақсаттарына негізделген бағалау критерийлері: шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырады, жаңашылдығына баға береді. Ой-түрткі сұрағы: сабағымызға кіріспес бұрын мына сұрақ төңірегінде ойымызды ортаға салайық. Дулат Исабековтің «Әпке» шығармасынан бойыңа қандай жақсы қасиеттерді сіңіре алдың? Бірінші тапсырма: шығарманың басты кейіпкерлеріне үш сөйлеммен өз сөзімен мінездеме беріңдер. Қамажай, Омар, Темірбек, Нәзила. Жауабымызды тексерейік. Қамажай басты кейіпкер, Омардың, Темірбек пен Ермектің әпкесі, мінезі жағынан қамқор, қарапайым, бауырмал әрі мейірімді кейіпкер. Омар Қамажайдың інісі, мамандығы жағынан ғалым, философ, көбіне ғылыми тілде сөйлейді, бірақ жаны ізгі жандардың бірі. Сыпайы, адамгершілігі мол, көзілдірік тағады, бойын ашуға билетпейді, көп сөйлегенді ұнатпайды, білімді, жаны ғылымды сүйеді. Лақап аты Он. Темірбек Тимур Қамажайдың інісі, КамАЗда бригадир болып жұмыс істейді. Тік мінезді, бұрама тілді, бірақ адал, қызу қанды, дөрекі, айналадағыларына қамқор. Нәзила Қамажайдың сіңлісі, мұғалім болып жұмыс істейді. Мінезі ерке, тік мінезді, тура сөзді. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Екінші тапсырма: кейіпкерлер мен олардың сөздерін сәйкестендіріңдер. Кейіпкерлер: Қамажай, Нәзила, Темірбек, Омар, Ермек. Кімнің сөзі? Ничего, мамуля, қуаныш атаулының ойда жоқта болғаны жақсы. Күн бұрын білген қуаныш, қуаныш емес. Сонымен тоқ етерін айтсам, бақыт дегеннің өзін бірнеше салаға бөлуге болады. Отбасындағы, қызметтегі, махаббат, тағылар саласында. Қортып айтқанда, бақыт деген жеңіс немесе жеңіске апарар күрес. Ұры мына жерде Ом, мына жерде Тим отыратын. Енді бәрі жоқ. Олар бізді енді сағынбайды. Теміржан, қой қарағым, сені бөтен деп тойды жасаймыз, дүрілдетіп тұрып жасаймыз. Ақша деген табылады. Мінезім солай, не тапсам да тілімнен табатын шығармын. Бірақ сені келемеждеп не табам? Мен бәрін түсінем деп жүріп ештеңе байқамағанына таңғалам. Адам жанының бұл да бір жұмбақ сыры ғой. Айтқаның дұрыс болды, шын жүрегімнен тілектеспін. Кейіпкерлер мен олардың сөздерін сәйкестендіріп болсақ, жауабымызды тексерейік. Қамажай: Теміржан, қой қарағым, сені бөтен деп тойды жасаймыз, дүрілдетіп тұрып жасаймыз, ақша деген табылады. Нәзила: мінезім солай, не тапсам да тілімнен табатын шығармын. Бірақ сені келемеждеп не табам? Мен бәрін түсінем деп жүріп ештеңе байқамағанына таңғалам. Адам жанының бұл да бір жұмбақ сыры ғой. Айтқаның дұрыс болды, шын жүрегімнен тілектеспін. Темірбек: Ничего, мамуля, қуаныш атаулының ойда жоқта болғаны жақсы. Күн бұрын білген қуаныш, қуаныш емес. Омар: сонымен тоқ етерін айтсам, бақыт дегеннің өзін бірнеше салаға бөлуге болады. Отбасындағы, қызметтегі, махаббат, тағы сала.
саласында. Қорытып айтқанда, бақыт деген жеңіс немесе жеңіске апарар күрес. Ермек: бұрын мына жерде 10, мына жерде Тим отыратын. Енді бәрі жоқ. Олар бізді енді сағынбайды. Енді үшінші тапсырманы орындайық. Мына үзіндіден басты кейіпкер Қамажайдың рухани адамгершілік қасиетін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беріңдер. Басты кейіпкер Қамажай алдынан шыққан қиыншылықтарды көтере білген, бауырларына қамқор жан туралы айтылады. Драмада Қамажайдың өмірге құштар жан екенін байқаймыз. Ата-анасына жастай айырылған ол, өз өмірін тек бауырларына арнаймын деп, жеке өмірі жайлы ойлауды қояды. Оны Қабен атты жігітке: Қабен, ол қиын сияқты, бауырларымды қиып тастай алмаймын. Олар әлі мен үшін бала, өздігінен өмір сүретініне күмәнім бар, деп ұсынысына кері жауап қайтарғанын білеміз. Жауабымызды тексерейік. Бір анадан туса да, мінездері әрқилы ұл-қыздарды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бағып қаққан шаңырақтың үлкені Қамажай бауырларының бақыты үшін өмірлік қызығынан бас тартып, артынан ерген іні-сіңлілерінің жолына барлығын құрбан етуге даяр мейірімді жан. Өрімдей ұл-қызға әке мен шешені жоқтатпаған әпкенің еңбегі еш кетпейді. Өмірге құштар бола тұра соңынан ерген қаралары үшін өз өмірін құрбан еткен жандар бүгінгі таңда да арамызда кездесіп жатады. Сонымен бірге отбасын құрған әпкелеріміз ұқыптылық пен жауапкершілікті қатар ұстай отырып, шаңырақтағы құт берекені сақтай біледі. Қалай дегенде де әпкелер әрдайым сіңлілері мен інілері үшін жақсы үлгі өнеге көрсете біледі. Қалай ойлайсыңдар? Қамажай бауырларына аналық жылу бере алды ма? Бүгінгі сабақта біз шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырдық және жаңашылдығына баға бердік. Қосымша тапсырма: әпке жанашыр адам деген тақырыпта ой толғау жазу.